Не қымбат. Баяғы заманда бір ауылда екі жігіт тұрыпты. Бастары қосыла қалса, шүйіркелесе кетеді екен. Дейді бірінші жігіт, менің 100 бием болса, менен бақытты адам болмас еді. Ал екінші жігіт, 100 бие деген не? Егер менің 100 досым болса, менен бақытты адам болмайтын болар. Жоқ, дейді бірінші жігіт, 100 бие әлде қайда жақсы. Жоқ, деп ерексе кетті екінші жігіт. Адал достар бәрінен де қымбат. Бірде екі дос тағы да кездесіп, адам үшін не қымбат деп айтыса кетті. Айтыса мынандай шешімге келді. Жарайды, әрқайсымыз сапарға шығайық. Кімге бие қымбат болса, жүрген жерінен бие жинап жүрсін. Кімге дос қымбат болса, жүрген жерінен дос жинап жүрсін. Осындай шешімге келген достар әрқайсысы өз жолдарымен сапарға аттанды. Аз уақыт өтті ме, көп уақыт өтті ме, екі дос ауылға қайта оралды. Сөйтіп бір-бірінен жөн сұрасты. Қалай, сапарың сәтті болды ма? Деп сұрады бірінші жігіт. Сәтті, деп жауап берді екінші жігіт. Мен 99 дос таптым. Сенің сапарың қалай болды? Менікі де жаман емес. Мен 99 тамаша бие таптым. Онда екінші жігіт, 100 биеге тек біреуі ғана жетпей тұрса, мен саған өзімнің ең сұлу, ең жүйрік биемді берейін дейді. Мен саған адал дос боламын, деді бірінші жігіт. Міне жақсы болды, енді менің 100 досым болды. Менен бақытты жан бар ма екен? Менің 100 бием бар. Кім менен өткен бақытты екен? Бірінші жігіт шешесіне келіп былай дейді. Мен бекерден бекер сапарға шықпаған екенмін. Менің алған тамаша биелеріме қарашы. Менен бақытты кісі бар ма екен? Бір жылдан кейін әрқайсысы бір-бір құлынан тапса, мен байып шыға келмеймін бе? Көп жылдар өткен соң, осы өңірде менен өткен бай бола ма? Анасы баласын тыңдап отырып, онымен бірге қуанды. Екінші жігіт қайта барғанын, кіммен танысқанын, не көргенін, кіммен достасқанын айтты. Енді мен ең бақытты адаммын, себебі менің тура 100 досым бар, дейді. Шешесі баласын тыңдап алады да былай дейді. Бұның бәрі жақсы балам. Менің саған айтарым, мынау сен достарыңды сынап ал. Олардың саған сөз жүзінде дос па, іс жүзінде дос па екенін біліп ал. Сонда ғана өзіңді нағыз бақыттымын дейсің. Мен оны қалай білемін, деп сұрады баласы. Шешесі, қазір атқа отыр да достарыңды арала. Оларға бақытсыздыққа душар болдым. Барлық жиған тергенімнен айырылып қалдым. Сонда көреміз достарыңның кім екенін, деді. Баласы атқа отырып достарын аралап кетті. Дәл сол күні түнде бірінші жігіттің бар биесін барымташылар ұрлап кетті. Таңертең қараса ештеңе жоқ. Тақыр кедей болып шыға келді. Ойға қырға жүгіріп, биелердің түр-түсін айтып іздеу салды. Көрдім білдім дейтін ешкім жоқ. Бәрінің жауабы көрген жоқпыз, білмейміз. Жігіт үйіне келіп қолын төбесіне қойып, менің бақыт құсым көзді ашып жұмғанша ұшып кетті. Мен енді ең бақытсыз адаммын, деп қайғыға батты. Екінші жігіт анасына келіп, менің достарым нағыз достар екен. Қарашы, барлығы менің басыма түскен қиыншылыққа ортақтасып, біреуі киім, біреуі жылқы бермекші. Мен алмаймын десем де тыңдағысы келмеді. Әне өзің қарашы, үйдің жанында топырлап, біреуі мал айдаған, біреуі астық, біреуі киім, біреуі ыдыс-аяқ ұстаған адамдарды көрді шешесі. Сен біздің көмегімізден бас тартпа, бізді ренжітпе. Шешесі мен баласы рахметтерін айтып,
біз сіздерді тек сынап көріп едік. Ештеңелеріңнің қажеті жоқ. Әкелген сыйлықтарыңызды алып кетіңіздер, десе де олар тыңдайтын түрлер жоқ. Алып келген сыйлықтарын қалдырып, өздері үйлеріне қайтты. Балам, сен шын бақыттысың, деді шешесі. Содан кейін шешесі бүгін түнде барымташылар досының барлық биесін ұрлап кеткенін айтты. Жігіт өзінің достары әкелген барлық сыйлықтарын досына беріп, қайғырма досым, адамның досы бар болса, ол ешқашанда бәлеге ұшырамайды. Бұның рас, адамның адал досы барлық байлықтан қымбат екен. Оны сен өзің үлгімен көрсеттің, деді екінші жігіт.